Үй құлыптарының проблемасы. Әдетте мынау сыртында жабын қабатын бекітетін екі винт босап кетіп, ішіндегі механизмдері құлыпты ашып жабу кезінде дұрыс жұмыс істемей тіреліп қалу проблемасы бар. Себебі мынандай қалыңдықтағы корпуста қақпағы мен корпустың сыртқы қабатының арасында тіреп тұратын втулка жоқ. Нәтижеде мына винттер гравирный гайка сияқты тіреп тұратын, резбасын тіреп тұратын ештеңесі жоқ. Нәтижеде мына механизмдер ойнап ашып жабуына кедергі береді. Мынау тілі механизмдері босап қалған кезде ашып жабуға қиналып қалады. Енді іштей декоративті, сыртқа көрінбейтін, корпусын айнытпайтын етуге болады. Ол үшін мынау бір шуруптардың резиналы гайка шайбаларын алып, шпильканың бойына тізіп бекітіп алсаңыз болады. Нәтижеде орнына қатырған кезде шайбалардың арасындағы резиналары гравирный шайба сияқты тіреп қалады, және бұл екі қақпағын бекітетін винттердің босауына мүмкіншілік бере бермейді. Нәтижеде құлып көптеген тербелістерге, вибрацияға сезімтал бола бермейді, тез босамайды. Құлыпты бұзып жүрудің себебі азаяды. Міне винт шпилькасының резиналы шайбаларды қойған кезде мынандай ашық болып тіреліп тұрады. Нәтижеде бұрап бекіткенде резина қысылып, гравир шайбалар сияқты винттің оңай вибрациядан ашып жабылу кездеріне, есті ашылып жауы ұрылған кездерінде болатын тербелістерден винттің босап кетуіне мүмкіншілік бере бермейді. Үй қожалығында втулка іздеп әуре болмайсыз.
болмаса винт сиятын төкшені әрелеп енін сәйкестендіріп қиналып жүрмейсіз. Резиналы шайбаларды қатар қойып тастайсыз. Резина бекілген кезде керіп тұрады. Және бір қыры, резиналы шайбалар втулка ретінде қызмет етіп, винттің босап кетпеуіне қарсылық жасайым деп барынша күшпен бұрасаңыз, жабын қақпағы ішке қарай иіліп, ішіндегі механизмдерді қысып қоятыны бар. Ал резиналы шайбалар қақпақтың ішке қарай иілуіне кедергі болады, және гравирленген шайба сияқты тербелістерден босап кетуіне жол бермейді.